Бүгін Мартин Химераның кегі туралы баяндаймыз. Сіздермен бірге Fortress of History каналы. Лайк басып, каналға жазылыңыз. Біз жалғастырамыз. Марвин Химера Колорадо штаты Гранби қалашығында тұрған. Бұл қалашықта 2000 жуық адам тұрған. Ол темір дәнекерлеуші, яғни сварщик болып жұмыс істеген. Оның өз территориясы болған. Сол территориясында үлкен қоймада ол сварка жұмыстарын атқарған. Ол машиналарды жөндеумен және көлік заттарын орнына келтіріп сатумен айналысты. Оның жері қаладағы үлкен тас цемент заводының жанында еді. Заводтың басшысы территориясын үлкейтуге шешім қабылдап, жанындағы жерлерді сатып алушы болады. Завод көптеген жерлерді сатып алды, бірақ Мартин Химераның жерін ғана олар ала алмады, өйткені Мартин Химера жерін сатқысы келмеді. Бұны естіген завод бастығы, жоғарғы қызметтегі адамдармен келісіп, Мартин Химераны басқаша қыспақ қалмақ болды. Бірнеше жолмен Мартин Химераға тұзақ құрды. Біріншіден, олар Мартин Химераның территориясына баратын жолды жауып тастады. Сонда Мартин Химера Камацу деген бульдозерді алып басқа жақта жол ашайын деп шешті. Оның бұл ойын жергілікті акимат тоқтатты, рұқсат бермеді. Екіншіден, банк ипотеканың төлемін өзгертіп төлеуін сұрады. Егер төлемесе үйін тартып аламыз деп қорқытты. Үшіншіден, салық комитеті салықтың дұрыс төлмедің деп қысты. Төртінші, газбен айналастың компания газбен қамтамасыз етпейтін болды. Бесінші, өрт инспекторы және басқа органдар келіп ойдан бір нәрсе тауып, $3000 штраф жазып кетті. Қандай штраф келсе де Мартин Химера штрафты төлеп, квитанциямен бірге қорқақтар деп хат жіберіп отырды. Осы қыспақ кезінде Мартин Химераның әкесі қайтыс болды. Мартин Химера әкесімен қоштасып, жерлеп жатқан кезде, акимат сумен тоқты кесіп кетті. Осығанға дейін болған қыспақты, штрафтарды ол сот жүзінде шешкісі келді. Сотқа бірнеше рет шағымданған Мартин Химера соңында түсінді. Соттан қайыр болмайтынын. Сол кезде ол бұл зұлымдықпен басқаша күресетінін шешті. Ол өзінің қоймасына кіріп 1,5 жыл бойы шықпай жұмыс жасады. 4 маусым 2004 жылы Мартин Химера қоймасынан шықты. Қоймаға жол саламын деп сатып алған бульдозермен шықты. Ол бульдозерді түгелімен қалың темірмен қаптап, кейбір жерлері 30 сантиметр қалыңдықта болған. Өзінен басқа ешкім кіре алмайтындағыдай және терезелері жоқ қылып сваркеліп шығарды. Ол бульдозердің сыртына бірнеше бейне камераларды қойып, іштегі монитор арқылы жолды бақылап отырды. Одан басқа бульдозердің ішінде тоңазытқыш, кондиционер, противогаз, тамақтар, су бар еді, және бірнеше жерден мылтықтарды шығарып қойды. Сонымен ол территориясынан шыға салып бірінші цемент заводының территориясындағы офистерді, кішігірім ғимараттарды, қоймаларды, заводтың өзін қиратты. Оны қиратып бітірген Мартин Химера қалаға жөнелді. Қалада ол ипотекамен қорқытқан банктың ғимаратын талқандады. Одан ары газбен қамтамасыз етпейміз деген компанияның ғимаратын жермен жексен қылды. Тоқтатқысы келген полицейлер көліктерімен соқты, бірақ ол бульдозермен мыжып ары қарай сапарын жалғастырған. Мартин Химера жергілікті администрация, акимат ғимараттарын жойды. Бұл іске қатысты өрт сөндіру, салық, полиция, шенеуніктердің бизнес ғимараттарын және де үйлерін бульдозермен барып, жер бетімен тегістеді. Жолын жапқысы келген полиция ештеңке істей алмады. Мылтықпен, гранатамен, ауыр қару жарақпен де тоқтата алмады. Тоқтата алмағаннан кейін сол қаладың губернаторы Нацгвардияға хабарласып, әуе арқылы бомба тастамақшы болды. Бірақ полиция олай істемеуін сұрады, өйткені түскен бомба жан-жақтағы үйлерге адамдарға зардабы тиюі мүмкін еді. Қолдарынан түк келмеген полиция жергілікті халықты қаладан шығаруға тырысты. Мартин Химераның соңғы мақсаты ол үлкен көтерме сауда үйі еді. Ол ғимаратты бұзып жатты, бірақ бульдозер сол жерде тығылып, жүрмей қалды, өйткені ғимараттың ауыр шатыры бульдозердің үстіне құлады. Бульдозер еш қимылсыз қалды. Полиция 2 сағатта бульдозерге жоламай айналып жүрді. 2 сағаттан кейін олар бульдозерді кесумен айналысты. Ұзаққа созылды. Полиция кесіп ішіне кірген кезде Мартин Химераның мәйітін тапты.
Мартин Химера тапаншамен өзін-өзі басына атып қайтыс болған. Мартин Химераның кегі қалаға $5 миллион шығын алып келді. $2 миллион заводқа, $3 миллион қаланың ғимараттарына. Завод 10 күннен кейін жұмысын жалғастырды.